Қытайдың ұлы ойшылы Конфуций ілімінің ерекшелігі мынада. Ол адамгершілік мәселелерін бірінші орынға қойған. Конфуций өз ілімін адам құндылығына бағыттаған. Ол алғаш рет адамның кісілік тұлғасы туралы ой қозғаған философы. Ендеше оның пәлсапалық ойларына бір сәт назар аударып көрелік. Адам тумысынан жаман болып тумайды. Оны жаман да, жақсы да ететін өскен ортасы. Егер патша өзінің ақ пейілін адамгершілік істерімен дәлелдемесе, онда халық оған сенім білдірмейді. Ал халықтың сенімін ақтамаған патшаға адамдар бағынбайды. Білім шыңына 3 жол апарады. Ойлау жолы бұл игі әрі қайырымдылық жол. Ұқсауға тырысу мен еліктеу бұл жеңіл жол. Тәжірибе жинау жолы ең құдіретті әрі абыройлы биік жол. Егер біреудің тірі жүргенін көре алмасаң, онда сенің жеңілгенің. Егер елде тазалық пен әділеттілік болса, онда іс-қимылдың, әрекеттің еркін болады. Ал әділетсіздік тамыр жайған елде еркін жүргеніңмен аузыңа ие болғаның дұрыс. Біреуден кек алғың келсе, оған және өзіңе орқас. Ақиқатында өмір сүру жеңіл, бірақ біз оны күрделендіріп жібереміз. Ұстамсыздық ұлы істі құрбандыққа шалады. Қайырымды адам өзіне талап қояды, ал мәдениетті төмен адам өзгеге талап қойғыш келеді. 3 нәрсені қайта оралту мүмкін емес: уақыт, сөз және мүмкіндік. Сондықтан уақытты жоғалтпай, сөзіңді әркез сайлап ап, мүмкіндігіңді жіберме. Миға ақыл-кеңес біртіндеп жиналады, бірақ оны өз қажетімізге жаратпай, шөміштеп шашамыз. Аздап болса да мейірімді бола түссеңіз, өмірде ақымақтықты да көп жасамайсыз. Адамдар бұрын өзін жетілдіру үшін ілім алатын, ал қазіргілер жұртты таңғалдыру үшін білім алады. Барлық адамда сұлулық бар, бірақ оны кез келген адам көре алмайды. Егер сені артыңнан біреу сөз етсе, онда сенің алда келе жатқаның. Өмір сынағынан ешқашан сүрінбеген адам ұлы емес. Ол сынақтан құлап қайта тұрып кеткен адам мықты. Мақсатыңа жету қиындыққа айналса, еңсең түспесін, тек оған қатысты жоспарды қайта құр. Кейде енді қайталамау үшін де қателік жасауға тура келеді. Өмірде өкінудің қажеті жоқ. Қайта одан қорытынды шығарда, одан ары өмір сүруді жалғастыр. Өз мақсатыңа жылдам жету үшін күресіп жатсың ба? Мәселе онда емес. Маңыздысы мақсат жолында тоқтап қалмау. Егер біреу сені өкпелеткісі келсе, алдымен оның өзіне ауыр тиеді. 1000 шақырымға жол алғашқы қадамнан басталады. Таңертең шындықты естіп, кешке өлуге болады. Сөз дұрыс, ал әрекет айқын болу керек. Қылмыстың ең ауыры жүрексіздік. Үнсіздік ұлы дос, ол саған ешқашанда опасыздық жасамайды. Біз өз көзімізге сенеміз, бірақ оған сенуге болмайды. Біз өз жүрегімізге де сенеміз, бірақ оған да сенуге болмайды. Есте сақтаңдар, ақиқатында адамды тану оңай емес. Билеуші билеуші, ал бағынышты бағынышты. Әке әке, ал ұлдың ұл болғаны дұрыс. Жолдары әртүрлі көрінетін адамдар жоспарды бірге құрмайды. Адамдар үшін адал қызмет алдым ба? Мінез құлқым жұртқа жайлы ма? Достарымен қарым-қатынаста адалмын ба? Маған үйреткенді қайталап айтып, өнеге алып отырамын ба?
деп мен өзімнен күніне 3 рет сұраймын. 5 жасымда мен білімге бет бұрдым. 30 жасымда бағынышсыз тұрмысқа қол жеткіздім. 40 жасымда күмәннан арылдым. 50 жасымда көктің еркін таныдым. 60 жасымда шындық пен өтірікті ажырата бастадым. 70 жасымда жүрегімнің қалауына ере бастадым.